сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгіннен бастап жаңа жер атты арнамыз өз жұмысын бастайды. Біздің ең алғашқы оқитын кітабымыз жан жиһаны деп аталады. Бұл кітаптың авторы Майкл Ньютон. Жан жиһаны, яғни ғұмырлар арасындағы ғұмыр деп аталады. Кітапта гипнотерапевт, дәрігер Майкл Ньютонның регрессия әдісі арқылы пациенттерін өткенге оралту барысында сенсациялық жаңалық ашқаны аса қызықты тілмен баяндалады. Автор аруақтар әлеміне гипноз күйдегі субъектілердің санасы арқылы үңіледі. Санасы өзгертілген осы пациенттер жаны жердегі ғұмырлары арасында не істегені жайлы баяндауға қабілетті. Майкл Ньютонның бұл кітабы әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. Енді онымен сусындау бақытына сіз де иесіз. Жан жиһаны және қазақ дүниетанымы. Майкл Ньютонның «Путешествие души» кітабын қазақ тілінде жан жиһаны қылып сөйлеткен Нұрлан Сәдір бауырымыздың ерен еңбегіне алғыс айта отырып, ұлттық менталитетке сай дүниетанымымызды кейбір түсініктерді оқырман есіне салмақпыз. Материалды дүниеге байланбаған қазақ тіршілік иесіне ең әуелі жан ретінде қараған. Оның бірінші дәлелі есімдеріміздің жан түбірінен болмаса жан жалғауынан құралуы. Орыс есімдерінен душа сөзі жалғанған есім кездестіріп көрдіңіз бе? Жаны жайсаң деген сөз жанның дамығандығын білдіреді. Жан абсолют Құдайдан бөлінген ажалсыз монада, от болса керек. Сол себепті де жан деп аталған. Қазақтың түсінігінде жан қиналады, азап шегеді, бірақ жоғалмайды, ал рух жоғалуы мүмкін. Қазақ дем беріп сөйлегенде рухыңды жоғалтпа, рухыңды түсірме дейді. Рух, ақыл, сана бітіп белгілі бір тұлға боп қалыптасу үстіндегі жан болса керек. Ерік жігері мықты адамды рухы күшті дейді. Қолдап дем беруді рух берді деп атаймыз. Қазақ шыдамды, төзгіш адамды жаны сірі дейді, рухы сірі демейді. Адам өлгенде жан тапсырды дейді, рух тапсырды демейді. Әзірейілді жан алғыш дейді, рух алғыш демейді. Руханият сөзі қазақта жанның асыл қасиеттерінің жиынтығын білдіреді. Негізінен қазақ ауызекі тілде жан сөзін көп қолданады. Бұл дегеніміз өзін мәңгі рух ажалсыз жан қалпында сезінуден болса керек деп ойлаймыз. Қазақта бұл екеуінен бөлек аруақ ұғымы бар. Аруақ дамып, белгілі бір тұлға болып қалыптасқан жан. Ол материалды дүниедегі адамды қолдай алады. Оған қона алады, адамға белгілі бір қасиет дарыта алады. Аруақ тазалықты, пәктікті сүйеді. Жасанған жауды көрсең де, аруаққа теріс боқтамақ, майлы қожа. Құдай кешіргенді аруақ кешірмейді. Мақал. Құдай атқан оңалар, аруақ атқан оңалмас. Мақал. Кітаптың орысша аудармасындағы «Духовный мир» бұл жерде рухани әлем деп емес, аруақтар әлемі деп аударылғанын оң деп санаймыз. Тағы бір қалыптастыруға тиісті ұғым астрал және ментал дүниесінің қазақша айтылуы біздіңше аруақтар дүниесі, аруақтар әлемі болса құба-құп. Қазақ дамуы кемел емес, түбі жойылуға тиісті материалды нәрсені дүние деп атаған және оған жалған деген анықтама немесе балама атау берген. Біз аруақтар дүниесі дегенде физикалық дүниеден жоғары, ментал әлемінен төмен астралды тұлғалар өмір сүретін,
ортаңғы дүниені тұспалдаймыз. Ал аруақтар әлемінде өмір сүретін жанның, аруақтың мүмкіндігі шексіз. Ол физикалық және астрал денеден босап, ментал денеде қалғандықтан кез келген формаға ене алады. Аруақтар әлемінің дамыған жандары төмендегі тіршілік иелерін қолдап, қорғап, желеп-жебеуге де қабілетті. Қазақ батырларының бәрін дерлік аруақ қолдаған. Мысалы, Райымбек батырға аруақ бура боп көрінсе, Абылай ханды жолбарыс боп желеп-жебейді екен. Науша батырды жылан боп қолдаса, Исатай батыр ұйықтағанда қойнына қабан боп күркіреп кіріп жатады екен. Аруақ тастап кеткен батырдың көп кешікпей жаудан жеңілетіні немесе қазаға ұшырайтыны да тарихтан белгілі. Мысалы, Абылай соңғы жорығына шығарда жолбарысы шақырғанда қайырылмай күн астына қарай жорта жөнелгені туралы аңыз бар. Бұрын әр жеңісті жорыққа шығар алдында көзіне көрініп, алға түсіп жол бастайды екен. Адайдың соңғы батырларының бірі Рукиннің зеңбірек винтовка кезенген қарулы жазалаушы жасағына жалаң найзамен шауып, тас-талқан қылып жеңген аруақты Досан батыр. Өз-өзіне берген сертін орындамай қате іс қылғанда аруағы өкпелеп, «Ердосан, серттен сен тайсаң, мен де тайдым» деп, алып самұрық құс боп күншығысқа қарай ұшып кеткені айтылады. Осыдан соң кезінде бір отряд ала алмаған Досан батыр екі солдат келгенде қайрат көрсете алмай тұтқын боп кете барған. Аруақ тек батырларды емес, сынықшы емшілерді, ақын жырауларды, ұста зергерді де қолдап отырған. Және дүниеден озғанша оған дем беріп, мына дүниедегі жолы аяқталар уақытта ғана одан кеткен. Мысалы, кеудемнен көгала үйрек қош деп ұшты, сол шіркін кәрі жолдас өлең білем, Кемпірбай ақын. Өзінің өлмес рух екенін түсініп, жырға қосқан ақындар да жетерлік. Орайыңа келгенде ортаға салдым кәрі аруақ, сыпыра жырау. Біз бұл кітаптан қазақ бұрыннан білетін аруақ дегеннің адам денесіне еніп, материалды дүниеге келіп-кетіп жүргенін ұғып, рухани түсінігімізді байытуымыз қажет деген ойдамыз. Демек, абсолюттен бөлінген ұшқын манада жан, мәңгілік сапары барысында рухын жоғалтпай кемел аруаққа айналу құбылысын осы кітаптан оқисыздар. Жәнібек Тастайбекұлы. Аудармашыдан алғы сөз. Кітаптың мақсат-мұраты, жазылу тарихы, ой-түйіндері кітаптың басы мен аяғында ұсынылған және оны авторынан артық беру мүмкін де қажет те емес. Сөйте тұра, біраз ойланып барып аудармашы ретінде алғы сөз жазғанды жөн көрдім. Не үшін? Біріншіден, менің атқарғаным аударманың аудармасы. Аудармашы қандай мықты болса да, аударма барысында автордың ой-пайымын дәл беруі өте қиын. Сондықтан аз-кем болса да бұрмалану ықтималдығы айтарлықтай жоғары. Осы аз-кем бұрмаланған аударма оны өзге бір тілге аударған келесі аудармашымен тағы аз-кем бұрмаланса, онда түп нұсқаның айтар ой-тұжырымдарына енді аз-кем емес, одан әлде қайда көбірек нұқсан келу қаупі бар. Сондықтан оқырман бұл кітаптың қазақша нұсқасының ең бір дүдамал тұстарын онда көп болмас деп үміттенемін. Орысшасымен мүмкін болса ең абзалы ағылшыншаға жетік замандаспен бірге түп нұсқасымен салыстыра оқыған дұрыс болады деп ойлаймын. Бұны өзімнің аудармашылық қабілетіме күмәнданғаннан жазып отырғаным жоқ. Күмәндансам, бұл істі қолға алмас едім. Мәселе бұл тақырыптың қазақ тілінде бұрын-соңды тап осылай терең қаузалмағандығында. Мысалы, кітапта көтерілген тақырыпта қазақша болсын, орысша болсын еңбек жазып, ой қозғаған бірде-бір отандық авторды таба алмадым.
сондай-ақ майкл ньютонның және шетелдің осы рух тақырыбында ізденген роберт компаннола, Харри, Линда Бекмен сынды авторлардың еңбектерінің қазақша аудармалары көзіме түсе қоймады. Сірә әлі аударыла қоймаған болса керек. Мен бұларды қазақша терминологияда бірізділікті сақтау үшін іздедім. Қазақшаланған бұндай еңбектерді таппағасын қолыма алған кітаптың жекелеген терминологиясын тыңнан өзім қалыптастыруыма тура келді. Бұл талпынысымның қаншалықты сәтті шыққанын оқырман өзі бағалай жатар. Бұл термин түсініктердің бір қатарын кітаптың соңында глоссарий қосымша ретінде жалғадық. Екіншіден, осы алғы сөзді пайдаланып аудармашы ретінде ғана емес, осы кітаптың ондағы ой-пайымның тұтынушысы тұрғысында да пікір білдіргім келді. Аударма саласында жүргеніме біраз болса да, бұл кітапты аудару маған оңай соқпады. Дәлірек айтсақ, өте қиын болды. Әйтсе де жалданып істемеген, коммерциялық мақсат тұтпаған бұл тірлікте алға сүйреген бір маңызды фактор болды. Ол оқырман. Адам ерте ме кеш пе дүниеден озатын пенде ретінде өзіме кітаптың қатты ұнағаны. Бұл туындыны аудару үшін көз майымды ғана емес, көңіл майымды да төктім. Осы қос майдан өніп өскен аудармамның сапасы, жаман айтпай, жақсы жоқ осал болып шыққан жағдайдың өзінде, оның сапасы қазақ тілді оқырман автордың негізгі ой идеясын түсінуге жеткілікті дәрежеде деп сенемін. Ең басты мақсатым да осы. Рух, әруақ, өлім, мәңгілік өмірге қатысты бұрынғы, қазіргі қалыптасқан ой-пайымнан өзге де тың ұстаным пікірлер бар екеніне назар аудару. Бұл кітап мен үшін несімен құнды? Жалғыз өзіме ғана ма, әлде адамның бәріне солай ма? Қазір өмір сүру түгілі күн көрудің өзі оңай түспеуде, және барған сайын қиындап бара жатқандай көрінеді. Бұндайда адам тек үмітпен қоректенеді. Сол үміттің бірі осы өмірде оқымаса да, о дүниедегі жағдайым бәлки жақсы болар деп өзіңді жұбату. Бірақ қазір мен білетін діннің қай-қайсысы да бұл тұрғыда үміт сыйлап жарытпайтындай. Қай күнәңді, қай сауабың жаба алатынын білмей басы қатып жүріп, өмірден озғанда не күтеді дегенде еститінің, о дүниеге кірер-кірместе қарсы алатын қабағы қату тергеушілер, шағатын бақа-шаян, қайнататын қазан, құлататын қылкөпір, бойыңды үрей жайлататын әлі толық емес бұл тізім жаратушының қайырымды, мейірімді деген ең бас сипатын көлегейлеп тастайтындай. Майкл Ньютон жаңа дін емес, жаңа ақпарат ұсынады. Бұл ақпаратта тұнған тың да көп сырдың бірін қарабайырлау жеткізсек былай болады. Адамның жаны, рухы бар жаратылыстың қайнар бастауы, жаратқан иеміздің жамалына жетіп, онымен астасып кеткенше ылғи сапар саяхат үстінде, және әр аялдама ғұмыр сайын денесін тозған киім сықылды өз қалауына қарай түрліше қылып ауыстырып отырады дейді. Бұдан ары қарай жаза берсем кітапты баяндап шығу талпынысына ұқсап жүрер. Сондықтан бұл кітапты оқу, аудару өзіме үміт сыйлап, алдыма ең бастысы және әсіресе алыс болашағыма бір түрлі сенімдірек көзбен қарайтын болғанымды айтып, осы жерден тоқтайын. Мендегі бұл үміт сенім шырағын не және қалай жаққанын білгіңіз келсе, кітапты оқыңыз. Өзім аударған Майкл Ньютонның бұл еңбегі оқырмандарымның да бойынан осы асыл сезімдерді тұтатса, не бұрынғысынан гөрі лаулатса, бек қуанышты болар едім. Бұл кітапты аудару идеясының авторы және белсенді қолдаушысы Жәнібек Әбілпейісовке бұл туындыдағы және өзге де әлемдермен қауышу мүмкіндігін сыйлағаны үшін разылығымды білдіремін. Нұрлан Сәдір.
жалғасы бар.